Баршаңызға сәлем достар. Қазіргі таңда Қытайда қандай келеңсіз оқиғалар орын алуда? Си Цзиньпин тақтан құлағаны рас па? Бейжіңге әскерилер не себепті жиналуда? Осы және өзге де маңызды ақпараттар жайлы білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, видеоны соңына дейін тамашалауыңызды сұраймыз. Қытай президенті коронавирустан кейінгі алғашқы сыртқы кездесуін елімізге келіп, Тоқаев мырзамен жасаған болса, кейін Өзбекстанда өткен саммитте бой көрсеткен еді. Алайда ол елде болмаған уақытта, оның диктаторлық жүйесінде құқықтары шектеулі күйде өмір сүруді қаламаған жандар оған қарсы күш жинап үлгерген екен. Қытай астанасы Бейжіңге әскери жасақтар шоғырланып жатқаны туралы алғашында ақпараттар тарағанымен, кейін қалада интернеттер бұғатталып, әлеммен байланыс үзілген. Әлемдік ақпарат көздері дәл қазіргі сәтте ол жақта нендей оқиғалар болып жатқаны туралы ақпараттар ала алмай отыр. Дегенмен, қолдағы ақпараттарға сүйенер болсақ, Қытай елінің экс-президенті Ху Жинтау, экс-премьер-министр Вен Цзяобаомен бірлесе отырып, Қытайдың әскери билігін өз қолдарына алып үлгерген екен. Нақты айтар болсақ, Қытайдың әскери билігі тек елді ғана емес, ел президентінің де қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндеттелген. Алайда президент Өзбекстаннан елге қайтып оралған уақытта әуежайдан қолға түсіріп, үй қамаққа алған деген ақпараттар бар. Қазіргі таңда елді Ху Жинтау басқарып отыр, әрі барлық кездесулер құпия түрде жүргізілуде дейді News Highland Vision. Қазір Бейжіңге ағылып жатқан әскери жасақтың санында шек жоқ. Бір анығы қалаға дейінгі 80 шақырым жол әскери техникаға толып қалғаны туралы видеолар желіге тарап үлгерген. Осы ақпаратқа сүйенсек, ел астанасы дәл қазір әскери жасақтың шоғырланған бекінісі болып отыр. Си Цзиньпин үй қамаққа алынғаннан кейін Ресей Қытайға газ жіберуін тоқтатып қойған. Бұны саясаткерлер Ресейдің Си Цзиньпиннің биліктен шектетілуіне наразылықтары деп көріп отыр. Әр елдегі 6000 рейс тоқтатылып, ел экономикасы күннен күнге күрделене түсуде. Көршілес елдегі төңкеріс туралы сіз не ойлайсыз? Пікіріңізді төменге қалдыра кетуіңізді сұраймыз. Егер де видеоны осы аралыққа дейін тамашалаған болсаңыз, арнамызға жазылып, қазақ тілді аудиторияны қолдай кетуіңізді өтінеміз. Сіз үшін оттаймыз.